Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен Альбина Ержан қызы. Бүгін мен ет қосылған дәмді жұқа құймақ дайындайтын боламын. Меніңше бұл әртүрлі салмасы бар құймақ үшін ең тамаша қамыр. Оны қуыруға да, пісіруге де және тіпті мұздатуға да болады. Видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен құймақтың қамырын дайындаймыз. Ыдысымызға 6 үлкен немесе 7 кішірек жұмыртқаны жарып алып, одан кейін тұз, 1 ас қасық қант қосып, жақсылап араластырамыз. Рецепт бойынша 800 мл сүт немесе 400 грамм қайнатылған салқын су, жартысы 400 грамм сүт қоссаңыздар болады. Сүттің жарты бөлігін қосып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін 300 грамм ұнымызды түгел қосып, тағы да араластырамыз. Егер сіздің қамырыңыз қою болып қалса, сүт немесе қайнатылған салқын су қосып жіберсеңіз болады. Ал егер қатты сұйық болып қалса, 20-30 минут қойып қойыңыз. Қамырдағы ұн үсіп, үлкейіп, қою болып шығады. Қалған сүтімізді аздан қосып отырып, жақсылап араластырып, ең соңында сұйық майды қосып, тағы да араластырамыз. Біздің құймағымыз сұйық болу керек, сонда біздің құймақтарымыз өте жұқа болады. Енді құймағымызды пісіру үшін ең алдымен үлкен отта табамызды қыздырып аламыз. Одан кейін орташа отқа басып, табамызды майлап, құймағымызды пісіруді бастаймыз. Құймағымыз өте жұқа болу керек, өйткені біз ішіне тартылған ет қосқандықтан құймақтың қамыры қалың болмау керек. Құймағымыздың қамырын екі жағын қатты қызартпай пісіріңіздер. Өйткені алдағы уақытта біз құймақты қуыратын боламыз, пешке пісіретін боламыз, сол себепті қатты қызартпау керек. Енді құймағымыздың ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге тартылған ет, пияз, сарымсақ, қарабұрыш, тұз керек болады. Табаға сұйық май, сары май қосып, ең алдымен ұсақтап туралған пияз бен сарымсағымызды қуырып аламыз. Пиязды көп қосудан қорықпаңыздар, өйткені ол өте сөлді, дәмді қылатын осы пияз. Пиязымызды кішкене қуырып алғаннан кейін қарабұрыш, тұз салып, жақсылап араластырып, одан кейін тартылған етімізді саламыз. Тартылған етімізді салғаннан кейін 1-2 минут жақсылап араластырып, одан кейін үстіне сүт қосамыз. Сүт болмаса, бульон қоссаңыздар да болады, су қоссаңыздар да болады. Бірақ сүтпен ішіндегі салмасы өте дәмді болып шығады. Жақсылап араластырғаннан кейін бетін жауып, кішкене бұқтыратын боламыз. Міне осындай болып шығу керек. Қатты қуырып жібермеңіздер, осылай кішкене суы болу керек. Сонда ішіндегі салмасы өте дәмді болып шығады. Кішкене салқындағаннан кейін ет тартқыштан өткізіп аламыз. Сонда біздің салмамыз өте нәзік, үлпілдек, сондай жұмсақ болып шығады. Міне қараңыздар, қайталап ет тартқыштан өткізгеннен кейін осындай жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Жеген кезде нәзік, сондай керемет болады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Барлық мөлшерлерін описание бөліміне тастап кетемін. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Енді құймағымызды орап дайындаймыз. Құймақтарымыз дайын болды. Енді бұның жартысын пешке, жартысын қуыратын боламын.
Ең алдымен ыдысымызды майлап, құймақтарымызды салып шығамыз. Құймақтарымызды салып болғаннан кейін бетін қаймақпен немесе сармаймен майласаңыздар да болады. Мен қаймақпен майлап шығамын. Одан кейін қызып тұрған пешке беті қызарғанша пісіріп аламыз. Пештегі құймағымыз дайын болғанша енді жарты құймағымызды қуырып аламыз. Сармай немесе сұйық май құйып, екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Міне осылай екі жағын қызартып қуырып аламыз. Салмасына әртүрлі қылып жасасаңыздар болады. Тартылған етпен, картошкамен, жұмыртқамен, пиязбен жасасаңыздар да болады. Барлығы дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Кешкі немесе түскі асқа жасасаңыздар болады. Өте тойымды тағам. Пеште піскен құймағымыз да дайын болды. Сіздерге менің рецептіммен жасауға кеңес етемін. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, пікір қалдырып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.